Тәжірибесімен Павлодар өңірінің озық жобалары өңіраралық бизнес форумда талқыланды. Мақсат сәтті нәтижелерді таныстыра отыра, келешек жоспарлар тұрғысында ой бөлісу. Жиналған көпшілікті ақылды қала жүйесін жетілдіру бағытындағы цифрландыру жетістіктері ерекше қызықтырды. Смарт технологиялардың өрісі кеңейген сайын жаңа реформалар жасаудағы тәуекел азаяды. Бұған бизнес форумға келген көпшілік елорданың ақылды қала тұжырымдамасының таныстырылымында көз жеткізді. Экономика сандық форматқа ойыса келе, оң әрі тың өзгерістер көп орын алған. Ең бастысы, шығын мөлшері кеміп, кіріс көлемі ұлғая түскен. Бүгінгі күнде Астана өзіне жұмсалған мемлекет қаражатын толықтай өтеді. 20 жыл ішінде 2 триллион теңге шамасында құйылса, салық түсімдері арқылы 5 триллион теңгеден астам қаржы қайтарылды. Елорданың айбарын асқақтатып, тұғырын жан-жақтан берік қалпында ұстауға еліміздің бар аймақтары мүдделі. Бұл ретте Павлодар өңірі өзінің экономикалық әлеуеттілігін іс жүзінде дәлелдеп келеді. Павлодар облысы мен Астана арасындағы ынтымақтастықты арттыруға өңірімізден көптеген кәсіпорындар белсенді қатысуда. Атап айтқанда, тау-кен өндірісінен көмір мен қиыршық тастар, түрлі металл құрастырылымдары, мұнай химия, машина жасау, ауыл шаруашылығын қайта өңдеу және тағы басқа өнімдер. Көлік логистикалық құрылымдарды пайдалана отырып, Астанаға жеткізілетін өнім көлемін көбейтуге ниетті жандар баршылық. Бұл ынтымақтастықты одан әрі күшейте түсу басты қажеттілік. Осы мақсатта бизнес форумның негізгі қатысушылары екі жақты шекті құжатқа қол қойды. Рымбек Қабиден, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.